Өзінің өлімінен кейін де өмір сүретін жануарлар бар десем қалай қарайсыз? Кей өлі жануарлар сізге шабуыл жасап, тіпті өлтіруі де мүмкін. Ендеше сіздің назарыңызға өлсе де әрекетін тоқтатпайтын жануарлар тізбегін ұсынамын. Бастайық. Олардың кейбір түрлері бассыз қалса да өте қауіпті болуы мүмкін. Мысалға, мынау видеоға назар аударыңыз. Бұл жерде жыланның басын күрекпен шауып тастаған. Бірақ жылан жан-жағына қарап, шабуыл жасайтын сәтті күтіп тұр. Осындай жағдайда денесінен айырылған жылан тістеп уын шашуы мүмкін. Мынау кадрда жылан өзінің байырғы денесін тістеп жатыр. Бассыз қалған дене болса, өз алдына қиналып тыпыршықтауда. Екеуі екі бөлек өмір сүргендей көрінеді. 2016 жылы Теннесси штатында денесінен шабылған жылан өз отбасымен бірге демалып жүрген жігітті тістеп алған. Жыланның басын шапқаннан кейін қоқысқа тастамақшы болған жігіт денесіз қалған бас оны шағып алады деп ойламаған. Денесіне тарағаннан кейін оның тілі мен еріндері ісіп кеткен. Жігіт тек бірнеше қадам жасап, есінен танып, жерге құлаған. Көмекшілер 1 сағат көлемінде әрең дегенде жетіп, оны орманнан ауруханаға тікұшақ арқылы жеткізген. Қуанышқа орай жігіт аман қалды. Ал Қытайдағы Кантон қаласында жұмыс жасайтын Пен Фан деген аспазшының жолы болмады. Бір күні ол үнді Қытай кобрасынан деликатес деп саналатын ерекше ас дайындап жатқанда 20 минут бұрын кесілген өте улы жыланның басы қолынан тістеп алған. Аспазшы жедел жәрдем келгенше көз жұмды. Осылайша жылан өзін өлтірген адамнан кек алған. Ал мынау адам сенгісіз құбылыстың бірі. Жылан өзін өзі жеу үстінде. Расында осындай жағдайлар жиі болып тұрады. Өзін өзі жұту неліктен туындайды деген сұрақтың жауабы өте қарапайым. Барлығына жыланның иіс сезу қабілеті кінәлі. Оның құйрығында басқа жануарлардың иісі қалуы мүмкін. Ал иіс сезу қабілетіне көзін жұма сенген жылан құйрығын олжа деп ойлап, оған шабуыл жасап, азық етуі мүмкін. Көптеген жыландар осындай ақымақтықтың кесірінен өлім құшқан. Мысалы, осы видеоға назар салыңыз. Бұл жыланның құйрығынан басқа жануардың иісі шыққан. Сондықтан да олы жылан өзін өзі тістеп алып, кейіннен қатты азаптанып мерт болды. Өзінің өлімінен кейін де адамды өлтіре алатын келесі жануар ол 8 аяқ. Корея мен Жапонияда шикі 8 аяқты жегенді жақсы көретін адамдар бар. Бірақ бұл өте қауіпті. Себебі олардың аяқтары өлгеннен кейін де қимылдай береді. Бұл тамақ келесі жолмен жасалады. Рецепт екен деп қайталап жемеңіздер бірақ. Әлі тірі 8 аяқты күнжіт маймен араластырып, оны майдалап турап, стол басына береді. Жануардың денесі бөлшектелгеннен кейін 3 сағат бойы бұлшық еттері жиырылуы мүмкін. Адамның қолы бассыз өздігімен қимылдай алмайды. Өйткені ми барлық іс-әрекеттерге жауап береді. Бірақ та 8 аяқтың аяқтары өз білгені бойынша қимылдай береді. Яғни ол үшін ми қажет емес. Сондықтан да оны жеген кезде тамақтан өтпей жабысып дем алу жолдарын бітеп қалуы мүмкін. Міне осындай жағдайдан бірнеше адам қаза да болған. Ал кейбір адамдар 8 аяқты толығымен жегенді дұрыс көреді. Ол кезде өлуге деген мүмкіндік күрт жоғарылайды. Әсіресе осындай тағам түрін туристер жеп көргісі келіп, соңында өте қайғылы жағдайларға түсіп жатады. Ал мынау таңғаларлық жапон тағамы билейтін 8 аяқ деп аталады. Стөл басына берілген кезде ол еш қимылсыз отырады. Бірақ тұздық құйған сәтте аяқтарын қимылдата бастайды. Негізінде бұл 8 аяқ емес, кальмар болып есептеледі. Және ол тірі емес. Тек тұздықтың салдарынан оның бұлшық етіндегі нервтар ойнап, осындай қимыл жасайды. Соған қарамастан, кальмарды жеу 8 аяқты жеген секілді қауіпті болуы мүмкін. 2012 жылы оңтүстік Кореядағы бір ресторанда жантүршігерлік жағдай орын алды. Бір әйел дұрыс піспеген кальмарды жеп отырған сәтте жануар есін жиып, адамның тілін тістеп алған. Бұл тасбақаның жүрегі кеудеден алынса да ұзақ уақыт бойы соғып тұра алады. Кейбір бауырмен жорғалаушылар, балық, құстардың жүрегі мидан сигнал келмесе де өзінің жұмысын атқарып, соғуын тоқтатпайды. Бақа да бассыз қалса да өлуі қиын жануарлардың бірі. Бассыз қалған бақа, басы бар бақа секілді ұзақ уақыт бойы тіршілік ете алады. Ол бақаның рефлекстеріне байланысты құбылыс. Оның рефлекстері мидың көмегінсіз әрекет жасайтын болғандықтан, өз алдына бассыз қалған денесі біраз уақыт серуендей алады. Үй тауығы да дәл осындай принципте рефлекстерінің арқасында бассыз өмір сүре алады. Бірақ соңында бәрібір өледі. Келесіде бассыз өмір сүретін жәндіктер жайлы айта кетейік. Тарақандардың кейбір түрлері бассыз бірнеше апта өмір сүріп, кейіннен аштықтан өледі. Осындай қабілет кейбір шыбындарда да бар.
Егер олардың басын жұлып алсаңыз, олар бірнеше күн өмір сүре алады. Олар тіпті жүреді, ұшады алады екен. Ал ең таңдандыратыны, ер шыбындар бассыз қалған ұрғашы шыбынға қамқор болып, оның жанында соңғы минуттарға дейін болады. Құрметті достар, осымен біздің қызықты бейне жазбамыз соңына жетті. Ал сіздер осы жануарлар жайлы деректер ұнаған, ұнамағаны жөнінде пікір қалдыра кетіңіз. Сонымен қатар менің арнамдағы басқа да қызықты деректермен таныс болыңыз.